Біз киелі кітаптағы түрлі әдебиеттерді оқып түсінуді үйреніп жатырмыз. Енді киелі кітаптағы әңгімелер туралы айтудан бастаймыз. Әңгімелердің ең негізгі түрінде кейіпкерлер оқиғалар тізбегінен өтеді. Автордың оқиғаларды таңдап алып, әңгімеде қалай орналастырғаны оқиғалар желісі деп аталады. Негізгі оқиғалар желісі бір кейіпкермен оның жағдайынан басталады. Ал кейінірек жаңа күтпеген бір оқиға болып, мәселелер тудырады. Олар қандай да бір үлкен қиындыққа яки шиеленіске әкеп соғады. Соңында сол шешіледі және кейіпкер өзгеріп, жаңа қалыпты өмір сүре бастайды. Әңгімелерді оқығанда әрбір көріністі өзі орналасқан оқиғалар желісінің контекстінде түсіну маңызды. Егер бір әңгіменің оқиғалар желісінде қай жерде орналасқанын елемесек, оның мазмұны мүлдем басқа болып көрінуі мүмкін. Киелі кітапты оқығанда адамдар солай жиі қателеседі. Шынымен бе? Иә, мысалы Гидеон туралы әңгімені алайық. Әйгілі бір көріністе Гидеон жаратқан иенің оған шайқаста жеңіске жетуіне көмектесе ме, жоқ па? Соны анықтауға тырысып, жаратқан иеден керемет белгі көрсетуін өтінді. Иә, Гидеон жерге жүн төсеп, таңертең жүннің шық басуын, ал жердің толық құрғақ болуын өтінді. Жаратқан ие оның өтінішін орындады. Бұл көріністің өзіне қарасаң, қандай қиындықты көресің? Гидеон өзінің жеңіске жететінін қайдан біле алады? Ал шешілуі қалай болды? Жаратқан иені еркінсіп сына, одан керемет белгі сұра, содан оның еркін біле аласың. Иә, көп адам бұл әңгімені оқығанда солай ойлайды. Олар үлкен оқиғалар желісін елемегендіктен қате түсінеді. Солай ма? Иә, ендеше басынан бастайық. Сонда мәнмәтінді, яғни контексті түсінесің. Әңгіме Гидеон мен израильдіктердің қорқынышпен өмір сүргеннен басталады. Олар басқыншы Мадиян сарбаздарынан озбырлық көріп жатты. Түсінікті. Содан кейін әрекетке шақыру бар. Құдай Гидеонға мадияндықтарды жеңіп, Израиль халқын құтқаруды тапсырды. Иә, бұл бір қызық әңгіме болайын деп тұрған сияқты. Бірақ Гидеон шүбәланып күтумен болды. Ол Құдайдан керемет белгі көрсетуін өтініп, сонда мен шынымен сенің менімен сөйлесіп тұрғаныңды білемін, деді. Жаратқан ие Гидеонның өтінішіне келісті. Ол құрбандық үстелінің үстіндегі құрбандықты өртеу арқылы Гидеонға керемет белгі көрсетті. Осылайша Гидеон бір белгі сұраған еді. Ал бұл істің соңы болмады. Келесі көріністе Құдай Гидеонға жалған тәңір бағалға арналған құрбандық үстелін бұзуды бұйырды. Гидеон қорқып, мұны түнде іске асырды. Демек, күмәнданған Гидеон біршама қорқақ болды ғой. Сосын Гидеонның Мадиян сарбаздарымен бетпе-бет ұшырасатын кезіне келеміз. Ол әлі де сенімді болмағандықтан, жаратқан иеден тағы бір керемет белгі көрсетуін сұрап, былай деді: егер Израильді мен арқылы құтқаратын болсаң, онда соны білдіре көр. Жаратқан ие оған сол керемет белгіні де көрсетті. Ал Гидеон әлі де сенімді болмағандықтан, жаратқан иеден тағы бір керемет белгі көрсетуін өтінді. Бұл бұрынғы белгінің өзгеше түрі ғана. Гидеон жаратқан иеден тым көп керемет белгі көрсетуін өтінді. Иә, үлкен мәнмәтіннің оқиғалар желісіндегі қиындық Гидеон Құдайдың жұмбақ еркін қалай ажырата алады деген сұрақ емес екені анық. Нағыз қиындық мынау. Бұл жігіт қашан Құдайға сенім артып әрекет ете бастайды. Иә, сонда қиындық қалай шешілді? Соны білу үшін әңгімені әрі қарай оқиық. Гидеон мадияндықтармен соғысу үшін 30 000 сарбаздан тұратын үлкен әскер жинады. Ал жаратқан ие оған: жоқ, сарбаздарың тым көп, деді. Сосын ол әскерді 300-ге дейін қысқартты. Жаратқан ие неге солай істеді? Гидеон Құдайды сынағандықтан, жаратқан ие де оған дәл солай істеді. Ол Гидеонға осы 300 сарбазды кернелер мен алаулармен қаруландырып, түнде мадияндықтарды қоршауға алуды, сөйтіп төбелерден айғай-шу шығаруды бұйырды. Бұл бұйрық күлкілі болып көрінсе де, Гидеон солай істеді. Айғай-шу мадияндықтардың үрейін ұшырды. Олар қараңғыда өздеріне өздері қарсы шығып, бірін-бірі өлтірді. Ал Гидеон төбеден аман-есен қарап тұрды. Демек, бұл әңгімеде оқырманға Құдайдың еркін білу жайлы нұсқау берілмейді. Жоқ, онда үлкен кемшіліктері бар әлсіз адамдарды Құдайдың олар ойлағаннан әлдеқайда ұлы істер істеу үшін пайдаланатыны туралы сипатталған. Жақсы, сонымен Гидеон мен жүн сияқты қысқа көріністер басқа да көріністермен біріктіріліп, үлкен оқиғалар желісін құрайды. Оқиғалар желісі бойынша шиеленісі және оның шешілуін қадағалау автор Құдай рухының жетелеуімен жеткізген мазмұнды түсінуге көмектеседі. Ал Гидеонның әңгімесі бірсыпыра басқа әңгімелермен қатар қойылған. Соларда билер деп аталған кемшіліктері бар басшылар туралы сипатталған. Солардың әрқайсысында өзіне тән оқиғалар желісі бар. Ал олардың бәрі бірігіп, киелі кітаптағы ұлы әңгіменің ішінде біртұтас қозғалысты, яғни билер заманын құрайды. Мұның да өзіне тән біртұтас оқиғалар желісі бар. Киелі кітаптағы ұлы әңгімеде көптеген қозғалыстар сипатталған. Иә, солай.
Ал жүздеген кішігірім әңгімелер өз қозғалыстарының контекстіне кіреді. Бұл қозғалыстар бірігіп, киелі кітаптағы ұлы әңгіменің үлкен оқиғалар желісінің бөлімдерін құрайды. Сондықтан киелі кітаптың қай жерін оқысақ та, әр әңгімені өз мәнмәтінінде оқи алуымыз үшін оқиғалар желісінің түрлі қабаттарына назар аударуымыз керек. Иә солай, киелі кітап айрықша күрделі әдебиет. Осылайша бұл кішігірім оқиғалар желілерінің бәрі бір-бірімен қабаттасып шиеленісе түседі. Бәріне алысырақтан қарасақ, олардың Мәсіх Исаға апаратын біртұтас әңгімеге қалай біріктірілгенін көре аламыз.